Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге повестканың тағы бір түрін көрсететін боламын. Ол үшін біз әдеттегідей 20 бас ілмек аламыз. Міне. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жалпы сіздерге бұл повесткада бүршік узорын паук деп айтылады. Ол узор сол узормен жасауды көрсетейін дегенмін. Бірақ ол паук узорын қалай жасалынатыны менің YouTube каналымда тегін видео сабақта көрсетілген. Сол себепті бүгін сіздермен жемчуг узорымен жасап үйрететін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ілмек алдық. Шығарып аламыз. Бірінші қатар тоқимыз. Жібімізді саусағымызға алып, бірінші ілмекті іліп алдық. Одан кейінгі ілмек оң тоқимыз. Одан кейінгі ілмек тағы оң тоқимыз. 2 оң және 2 теріс. Міне. Қараңыздар. Бірінші ілмекті іліп алдық. Екінші ілмекті оң тоқыдық. Үшінші ілмекті тағы да оң тоқимыз. Қалған 2 ілмекті теріс. Яғни бірінші қатар 2 оң, 2 теріс тоқылады. Екінші қатарда дәл солай 2 оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Үшінші, төртінші қатарда қазір көрсететін боламын. Бірінші және соңғы ілмектер міндетті түрде бірінші ілмек ілініп алынады, соңғы ілмек теріс тоқылады. Бірінші қатарды бітіп қалдым. Және соңғы ілмегіміз теріс. Міндетті түрде теріс бірінші және соңғы ілмектерді ұмытпаңыздар. Ол біздің жек болғандықтан әдемі болып шығу керек. Енді екінші қатарымыз міне осылай. Бірінші ілмегін іліп аламыз. Мына жерде бір теріс болып тұр ғой. Терісті теріс тоқимыз. Екінші қатарда 2 теріс, 2 оң. Міне оң ілмектерді оң, теріс ілмектерді теріс тоқыдық. Теріс, 2 теріс, 2 оң тоқимыз. Осылай екінші қатарда тоқимыз. Яғни бірінші қатар, екінші қатар бірдей 2 қатар оңды оң, терісті теріс тоқимыз 2 ілмектен. Үшінші, төртінші қатарда орындарын ауыстырамыз. Теріс және соңғы ілмек теріс. Енді қараңыздар. 2 қатар тоқыдым ғой. Енді үшінші қатарда бірінші ілмек іліп аламыз. Жерде оң 2 оң тұр, я. Осы 2 оңды теріс тоқимыз. Теріс тоқимыз. Ал мынау 2 теріс ілмекті оң тоқимыз.
мына екі оң ілмекті қайтадан теріс тоқимыз. Мына қараңыздар, теріс тоқу үшін былай ортасынан кіргізіп тұрып теріс алсаңыздар да болады. Немесе мына алдыңғы қабырғасынан спицамызды кіргізіп тұрып былай теріс тоқсаңыздар да болады. Кішкене сіздерге оңай болады сол. Түсінікті ғой, оң былай тоқимыз. Біреу, екеу. Терісті міне біздің ілмек. Мына ортасынан кіргізіп тұрып былай теріс тоқсаңыздар да болады. Немесе арт жағынан бүйтіп ілмекті тартып тұрып, осылай теріс тоқсаңыздар да болады. Қолға осы арт жағындағы қабырғасынан алып тұрып тоққан кішкене ыңғайлы. Мына жерде де оң ілмекті, мысалы, терістің ортасынан бүйтіп кіргізіп алған кішкене қиын болады бір жағынан. Ал бергі сыртқы қабырғасынан алсаңыздар оңай болады. Екі оң ілмектерді теріс. Теріс ілмектерді оң ілмектерді теріс тоқимыз. Және соңғы ілмегіміз теріс тоқылады. Міне төртінші қатарда осылай, осы өзгерткен ілмектерді дәл солай тоқитын боламыз. Оңды оң, терісті теріс. Қазір мен сіздерге төрт қатарды бітіріп көрсетейін. Қай не өзгеріс бар екен. Әр екі қатар сайын біздің тоқу орындарын ауыстырып отырамыз ғой. Екі қатар, екі оң, екі теріс тоқытсақ, екі қатардан кейін сол оң тоққандарымызды теріс, теріс тоққандарымызды оң тоқимыз. Сол кезде бізде жемшік узоры шығады. Міне көрдіңіздер ғой, кішкене болсын шығып тұр, бірақ қатты көрінбейді сіздерге, себебі мен кішкене біраз тоқып сіздерге узордың қалай болатынын да көрсете кетемін. Өздеріңіздің бас айналымдары қанша сантиметрдегі бас айналымға тоқып жатсыздар, соған қажетті мөлшерде тоқисыздар ұзындықты. Одан кейін жалғасын көрсететін боламын. Бас өлшемін алу үшін біз сіздерге жаңағы чек-лист беретін боламыз. Мына қыздар, мен кішкене бөлігін тоқыдым. Көргендеріңіздей, екі қатар. Қараңыздар, бірінші қатарда, екінші қатарда екі қатар, екі оң, екі терістен тоққанмын. Одан кейінгі үшінші, төртінші қатарда міне сол екі оңды екі теріс қылғанмын, екі терісті екі оң қылып орындарын ауыстырып тоққанмын. Түсіндіңіздер ғой, сіздер де дәл осылай тоқсаңыздар, міне осындай жемчуг узоры шығады. Мына қыздар, біз тоқып біттік. Яғни мен өзіме қажетті мөлшерде тоқыдым. Мынау 44 сантиметр болды. Созылғанымен бір 55-54 сантиметр болады. Яғни менің тоқитын өлшеміме жеткілікті. Сіздер кіші размер болса кіші, үлкен размер болса үлкен. Мен неге кесте қоямын размерін анықтауға. Содан соң сол бойынша өздеріңіздің размерлеріңізді келтіріңіздер. Мысалға сізге 54 сантиметр бас айналымының ұзындығы болса, сіз 44 сантиметр тоқисыз. Мынау созылған кезде 10 сантиметр өзі қосылады автоматты түрде. Қазір біз ілмектерді бекітеміз. Міне күнделікті бекіту стиліндегідей бекітсеңіздер болады, немесе басқа стильде бекітсе де болады. Бірақ осы стиль кішкене біздің тоқыма бұйымымызға жақсы да. Басқа бекітудің тағы бір түрі бар, бірақ ол кішкене не істеп жібереді. Босап, және төбе жағы кең болып тұрады, сол жерде осылай тоқимыз.
міне біріншісін іліп алдық, мына бас жағындағы. Одан кейінгі ілмекті оң болса оң, теріс болса теріс тоқимыз да, бірінші ілмекті соның үстінен шығарып аламыз. Тоқимыз, бірінші ілмек шығарып аламыз. Шығарып, мына жағынан шығарып жүрген кезде өзі келіп ілмектер қысқара береді. Әрі жиегіміз міне мынандай әдемі болып аяқталады. Осылай аяқтаймыз. Содан соң жаңағы жібімізді бітірген кезде кішкене қалдырып кесіп қоямыз. Оны кейін тіккенде қажет болады. Осылай барлық ілмектерімізді қысқартамыз. Тоқыған бұйымдарыңызды міндетті түрде бітірген соң жуыңыздар. Жуып қойсаңыздар кәдімгідей. Мысалға, мынау қазір бір өзіндік ерекшелігімен бір өзін сұлулығын көрсетіп тұр ғой бұйымыңызшы. Ал жуып барып кептіріп, одан кейін қарасаңыз тіпті керемет болады. Себебі жуғаннан кейін мынау жіп ісініп, кәдімгідей жұмсарып, одан сайын сондай бір әдем болады. Міне кішкене бір 10-15 см, 20 см қалдырып қиямыз. Қазір біздің тіккенімізге. Мынаны былай шығарып қойсаңыздар. Міне бұл былай тұрады. Енді біз қазір ортасын бекітуге лента тоқимыз кішкентай. Ол үшін 10 бас ілмек аламыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6, 7, 8, 9, 10 алдық. Енді бірінші және соңғы ілмектерді міндетті түрде бірінші ілмекті іліп аламыз, соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Біздің жиегіміз әдемі болып шығу үшін. Бірінші ілмекті іліп алдық. Оң тоқимыз. Екіншісін теріс тоқимыз. Оң тоқимыз. Теріс тоқимыз. Оң тоқимыз. Теріс. Оң және теріс, соңғысын теріс тоқимыз. Енді мына жақта бірінші ілмекті іліп аламыз. Оңды оң тоқимыз. Терісті ешқандай әшейін іліп аламыз да, бірақ мына жіп осы терістің алдынан өту керек. Түсінесіздер ғой, терісті тоқымаймыз. Жай ғана жіп осы теріс ілмектің үстінен бұлай өтіп, міне көрдіңіздер ғой. Жіп осының үстінен өтеді. Содан кейін оңды тоқимыз. Терісті тағы іліп аламыз. Жай ғана мына жібіміз терістің сыртынан айналып өтеді. Оң тоқимыз. Терісті бұлай. Оң тоқимыз. Және осылай тұрады. И соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Келесі қатарда да дәл солай. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Жаңағы біз ар жақта іліп алған теріс ілмектеріміз бұл жақта оң болады. Оны оң тоқимыз. Оң тоқимыз. Ал терісті дәл жаңағыдай жіпті айналдырып өткіземіз. Оңды оң тоқимыз. Терісті былай айналдырып өткіземіз. Оң тоқимыз. Терісті. Терістің бергі біз тоқып атқан бетінен жібімізді өткіземіз.
оң тоқимыз. Осылай соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Осылай бізге бір шамамен 7-8 сантиметрдей керек. Дәл солай қалған қатарларды жалғастырамыз. Міне тағы бір қатар көрсетейін. Оңды оң тоқимыз. Терісті әшейін іліп аламыз да, мына жағынан жіп өткіземіз. Жіпті сол терістің бергі бетіне өткіземіз. Оңды тоқимыз, жіпті іліп аламыз. Қазір мен кішкене тоқып сіздерге узорымыздың қалай көрінетінін көрсетемін. Міне осылай бізде, міне қарасаңыздар, арасында теріс тоқылған жеріміз жабылып, мына тегіс көрініп жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол үшін біз жаңа терісті айналдырып жатырмыз. Теріс, ортада теріс бар екені көрінбейді да, тартылып тұрады. Сол себепті осылай кішкене бір 8 сантиметрдей тоқыңыздар, содан соң жалғасын көрсететін боламын. Міне қыздар, мен тоқыдым, міне қарасаңыздар, күшті прям ұсталған кезде ісініп, арасында теріс бар екені қатты көрінбейді. Жаңа біз тоққан кезде осындай әдемі болып тұру үшін терісті жаңағыдай іліп алып не істедік. Міне мен 9 сантиметр тоқыдым. Енді бұны бекітемін. Бекіткенде міне қараңыздар, 2 ілмекті бірден тоқимыз. 2 ілмекті бірден оң тоқимыз. Осылай бірден тоқып аламыз. Міне қараңыздар, 1 және 2 ілмекті қатар тоқып жатырмын. Енді соңғы 2 ілмек. Бізде спицада 5 ілмек қалады. Міне. Енді қараңыздар. Іліп аламыз. Теріс тоқимыз, өткіземіз. Теріс тоқимыз, өткіземіз. Теріс тоқып, өткіземіз және теріс өткіземіз. Енді мына жерде біз кішкене ғана қиып алып, кішкене бөлігін қалдырып қиып аламыз да, мынаны тігеміз. Мына жерден қысқарта салайын кішкентай қылып. Мына осылай. Қараңыздар. Ой, шығарып алмаппын. Шығарып алдық. Бізде әдемі болып тоқылды. Енді мынаны өткізіп аламыз да, осы лентамызды домалақ қылып біріктіреміз. Мына қараңыздар, біздің ұшымыз ең шетіндегі. Осымен көрініп жатыр ма? Мына шетін біріктіреміз. Осылай біріктіріп тігеміз де. Тағы бір қатар жүргізіп шығайық, шығып кішкене
жақсы не қылу үшін. Осы арада мына өзіміздің не бастаған кездегі қалдық жіпті жасырып жіберсеңіздер болады. Осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Көрдіңіздер арасында біздің жібіміз жасырылып жатыр. Енді осы жерден бір түйін жасап жіберіңіздер өздеріңізге. Şimdi бұлай инеден өткізіп, айналдырып, кәдімгі ине жіп түйген сияқты. Мына артығын қиып жасай салыңыздар, болды, қажет емес бұл. Түйін жасаған соң, жай ғана мындай арасынан өткізіп жасырамыз да қия саламыз. Тартып жіберіңіздер, чтобы қиған кезде яғмайтын. Мінім, оң аударамыз. Жалпай жасырылды. Енді біздің ал тоққан повязкамыз бар ғой. Мынау соның оң жағы. Соны бұлай өткіземіз. Теріс жағында қалады. Қазір көрсетемін. Біз қалдық жібімізді қиып оған инеге өткізіп, әрі қарай тігеміз. Ашынан шығарып аламыз. Арасында мына жібімізді тоже бұлай қойып, арасына жасырып жіберу керек осы аралықта. Міне, төбесіндегі бидай сияқты өліп тұрған жерінен алып тіге береміз. Жақсылап тігеміз. Содан соң біздің повязкамыз дайын болып қалады. Осылай соңына дейін тігіп шығыңыздар. Содан соң қалғанын көрсетемін. Мұны мен аяқтадым. Енді осы жерді тағы бір бұлай төбесінен айналдырайын. Мұны жерде жаңа жасырған жібімізді қалған үшін қия саламыз. Артық жіп қажет емес. Сосын енді бұлай қайтадан екі қабаттап тағы бір қабат жүргізіп шықсаңыздар болады. Кішкене жақсы берік сақталсын, мықты болсын десеңіздер. Егер жоқ нормально тіктім десеңіздер, солай қалдырсаңыздар да болады. Просто повязка басқа тартып келген кезде тіккен нелеріңіз ашылып көрініп тұру мүмкін да, мынандай қатты емес. Мысалы, менде қазір арасын жақын қылып көрсеттім, ондай көрінбейді. Негізі, мысалы, арасы сәл ашық болып, прям
не болып қалса, ол кезде және жіптеріңіз былай өтіп тұрғаны көрініп қалады. Сол үшін екі қабаттап екінші қатар жүргізсеңіздер болады. Для себя өздеріңіз еріктеріңізде жүргізсеңіздер де болады, жүргізбесеңіздер де болады. Осылай. Және жақтан бір түйін жасаймыз да. Тағы жасырамыз. Мынаны қиып тастап, одан кейін крючокпен жасырып жүргеннен осылай инемен ары бері өткізіп ортасынан қия саған жақсы. Қазір біз қимай қоя тұрамыз, себебі көрсетейін қазір. Біздің повязкамыз дайын, бірақ біз мынаны бүйтеміз. Мынау біздің біріктірген жеріміз бар ғой. Осыны осы жерден қоямыз. Себебі бізде жаңағыдай артық менің тұрған қаламаймын. Мына жақта тігілген жер көрініп, сүйкімсіз болып тұрғаннан гөрі осылай мына қараңыздар. Екі тіккен жерді бірі жауып тұр. Осылай. Енді мына жерден бүйтеміз. Біз мынаны тігіп алдық қой. Оны байладық. Осыны былай жақсылап қойып, тексеріп алыңыздар, қисайып қалмасын. Бүршіктеріңіз дұрыстап алыңыздар. Менде бәрі дұрыс. Енді мынаған бүйтіп кіргізіп. Осымен бірге кішкене бір тігіп жібереміз. Бірақ мына аралықты қатты бүйтіп астына мына бетіне шығып кететіндей қылып емес, ортасынан жүргізесіздер. Сол кезде әрі мынау ортада ленталарыңыз да жылжып кетпейді. Әрі сіздердің жасырып қойған жерлеріңізде көрініп қалмайды. Осылай. Енді бір түйіп жібереміз. Осылай арасынан ары бері өткізіп, қазір жібімізді жасыра саламыз. Міне болды. Енді қиямыз. Міне біздің келесі повязкамыз дайын. Өте әдемі, ерекше. Көктемге қыздарға арналған. Міне қыздар. Осылай неше түрлі узормен, неше түрлі стильде жасай берсеңіздер болады. Міне қараңыздар, бізде ешқандай артық жамалған жерлеріміз көрінбейді, бәрі жасырылып қалды, жинақы.